Саңылақ сыр елінің төрінен келген, кешегі нартайлардың нар жолынан адаспай кел жатқан нар кескен ұлдарыңыз Мейірбек Сұлтанхан. Жер жанаты Жетісудан Тастанбеттің сарасы келгендей, Сарыарқаны салтанатқа бөлек келген ақын қыздарыңыз, айым қыздарыңыз. Бұл жұптың тақырыбы өздеріңіз көріп тұрғандай, қазақтың күй өнерін ғылыми айналымға енгізіп беріп кеткен этнограф, ғалым, зерделі жазушы, өзі сал, өзі сері, өзі ғұлама, қазақтың ұлы тұлғаларының бірі Ақселеу Сейдімбеков. Екінші тұлғасы кешегі кеңестік кезеңде тың даладан жер жыртып, ерлердің батылы бармайтын үлкен еңбек майданында жарқылдап көрінген қазақтың батыр қызы, ел анасы Кәмшат Дөненбаева. Айдалаңнан көзін тапқан оу, таудай кеннің, ерғаныш бір емес пе маңдайлердің, шақарын шахтерлардың жырға бөлеп шайырлары жиналды шалғай жердің. Бір сәлем Сәтбаевтың ел жұртына, көгіңде қыран құстай самғай келдім. Сырнай мен қобыздан соң сахнаға сырласып қыз көңілін баурай келдім. Байқасам Ұлытауда айтыс болса, басынан көрініппін бар бәйгеңнің. Былтырда бас жүлдеңді алып кеткем, биылда аламаннан қалмай келдім. Қайта-қайта келетін жүрмеңіздер, қанағатсыз ұлы деп қандай жердің. Ақселеу атамызды тақырып қып, бізге берсе бір сәйкес жағдай дермін. Көкте күн жерде келдің мейіріне, қамбадым деген сөзін талдай келдім. Ақселеу атам құсап, мен де бүгін ақ жүрекпен жырымды арнай келдім. Шымболат ағамыздың сарайына, көңілін көрерменнің аулай келдім. Мейірбегім келді деп оу еркелетер, мейіріне халқымның қамбай келдім. Ай отырса жүйріктерін оу жұрт сараптап, құрметін ағайынның құт санап бақ. Әужекең қызға салып қызық қылдау, үйімнен 40 қадам шықсам аттап. Айымдай ару кепті дидарынан, айсыз түнде алардай жіп сабақтап. Жұмақта қордың қызын көргендеймін, жаныңда жұпарыңды жұтсам әппақ. Аш адамдай аңсаған асқан етті, өзіңнен талай жігіт рас дәметті. Аман ба айдай сұлу айым қалқам, көркіңді көп ақындар дастан етті. Қырындап қыр соңыңнан қалмай жүрген бойдақтардың үміті босқа кетті. Келер айда ұзату тойың екен, Мейірбек осы сөзді растап өтті. Саусағыңа сақина сап қойыпты, арқаның бір жігіті асқан епті. Бұйырса келер айда отырарсың, келісті келім болып жақсы әдепті. Мен айымды көргенде алғаш рет жанарынан байқағам шашқан отты. Өскенде атақтақым боламын деп оқушы қыз арманын асқақ етті. Одан бері 6 жыл уақыт өтті, бізде де біраз тарих бастан өтті. Өзіңде өмір дейтін дәптеріңнен ашайын деп отырсың басқа бетті. Шіркін-ай уақыт қандай жүйрік еді, қасқағымда жүйткіп қастан өтті. Ақпантик тағып жүрген оқушы қыз, ақ орамал тағатын жасқа кепті. Ай Құдай-ау, мынау мінсіз мүсін нендей, айтылсын таңғалысым ішімді өлмей. Жүрісін кем дегенде 100 жігіттің жүрегін шоққа қақтап пісіргендей. Ханның ұлы қол созса өр мінезің, өтетін саусағының ұшын бермей. Су қараңғы соқырға суретіңді ұстатса көзіменен ішіп жердей.
Қырымнан қызыл сары көйлегіңіз 40 шебер алдырып пішілгендей. Бұйырса Теміртаудың келінісің боларыңа күмән жоқ пысық жеңгей. Сен алар сері жігіт жүрген шығар, қуанып қаршығасы құс ілгендей. Сері десе шынымен сері екен ғой, сен дегенде жететін ұшып желдей. Қол ұстасып кепсіңдер мысқалаға, жұрттар ұқсап Дубай мен Мысыр көрмей. Теміртау қанша тақты болғанымен Қарсақбайдың алдында кішіргендей. Соны біліп өзіңді мұнда келсе, қадірін мынау елдің түсінгендей. Ұлы отауға келдің бе сәлем беріп, ұлы тауға тек айтыс үшін келмей. Бір дүркіреп қояйық жаңарқаның, мың күбісі бір сәтте пісілгендей. Той үстінде той болды деген осы, шашу шашып шаршауға күшің келмей. Ақ келінді алды мен ауылдағы, атасының үйіне түсіргендей. Оу дегенде гүлдер айым, оу гүлдер айым, жүйрікке шаппай берер жүлде дайын. Айдай сұлу қасымда айым барда, басқаның не қылайын күн мен айын. Саусағыңа сақина салынғасын, салт дәстүрді жөн болар білген айым. Ұяңнан ұзатайын деп жатқанда ұзақ құшып келіпсің мүлде бірден айым. Айттырып қойған қызға аңдушы көп, қыз дауылдың итінің үргені айым. Керегенің сыртынан кемпірлері күзетші боп шегеді күнде уайым. Кемпірлерің алысқа қалғаннан соң жентілменің шегіп жүр мүлдем уайым. Ертең келер еліңе ерте кепсің, оранып үлдеменен бүлдеге айым. Ал енді не дейді екен сезімінің қақпасын мәңгілікке ілген айым. Қазақ мыстанап шыққан оу алтын құсап, қасында күзетшімен жүрген айым. Кеш бұрылғым, айттырған қыз айтыста қалай жүр деп, уайымын естідіңдер есті ұлыңның. Адастырған қыздарды адастырмас әдебі бар емес пе ескі күннің. Бұрымын екі бөліп өреді екен, қосағы бар дегендей кескінімнің. Мен де солай шашымды өріп келдім, 10 рет тарап алып 5 буындым. Әжелер ауыл жақта қалғанымен, айтысқа әдеп деген көшті бұрдым. 40 үйдің тыйымын шолпы қылып ұшына тағып келдім, қос бұрымның айы. Үш тарауын қазақта сақин емес сырға салған, мен де сол дәстүрімді ұстанамын. Қол ұстасып келдің деп ер жігітпен, мен олай ұялтпағын қыстамағын. Наймантайға беріпті білезігін, ақ қызы ақ селеудей ұсталардың. Мен де сол аналардың жалғасымын, жүретін намыс қайрап ұштабарын. Білезігін ұсынған ер жігітке осы деп білегімнен ұстағаның айо. Қанатын қаққанындай жүзгептердің, шапалақ соқшы елім сіздеп келдім. Айттырған қыз айтыста жүрмесін деп, ағасы салт әдетті тізбек болдың. Бұл
жаққа келін болып келгенім жоқ, бұл жаққа өз өсірген қыз боп келдім. Сәтбаев саған алғаш келгенімде бірінші курстағы қыз деп көрдің. Екінші жыл арландармен айтыстырып бағымды жаққан еді күзде өткен күн. Үшінші жыл өзгеше статуспен беруді елге сәлем қызмет көрдім. Күміс бұлақ талдарын бұл жердегі Ақселеу атамыздай тізбектермін. Қыз ұзатқан атапты сол маңайды көрігі болып тұрған күз көктемнің. Ауылымнан алыстап келіп тұрсам, аққудай айдыныңда жүзбек болдым. Ұзатылар шағымда ақан жазған қыз ұзатқан маңайын іздеп келдім. Қазаққа Ұлытауды өмір қосқан, бұл жерден басталмап бет не бір дастан. Кешегі ер тағы мен кер тағының талай хан қасиетті жерін басқан. Кет бұқанның күйі мен Шыңғыс ханның осы өлке қайғысына көңіл қосқан. Сәтбаевтай ғұлама ғалымдарым бұл жердің мысын ашқан, кеніңді ашқан. Армысың арқадағы асқақ елім, жұлдызың асып тұрар сенің бастан. Ұлытау қазақтықтың төл құжаты, төсіне ұлылықтың мөрін басқан. Жыр болып көмейімнен нәр ағылсын, әр ақын өз бойына шама қылсын. Аруға күзет ерсе біздің қазақ, алтыным дейді қызға бағалымсың. Ары мен жанын қорғау ердің ісі, сұралу ек өмірде бар ауырсын. Өзіңде Ұлытаудың қызын алған, сертім мен сезіміне адал олсың. Сондықтан күзетші деп кекетпегін, керсінше халық оған баға қылсын. Ұлытаудың жерінен қазып алған, өзіңде бір алтынға қарауылсың. Бір әзіл айтқаным мұң екен ғой, ашуы айым қыздың шын екен ғой. Сыңсуға дайындалып жүрме десем, ұрсуға дайындалып жүр екен ғой. Ағотау ару қыздың орын емес пе, бұйырса сенде шықтың сол белеске. Айттырған қызға сырға тағады деп жөн жұбаны салдың ау жөнде беске. Сырға түгіл сырмаққа біз қадаса, құдалыққа жасалған белгі емес пе. Мейірбек дәстүр білмес ағаң емес, жастар ғой жасап жүрген жол дерекше. Сырын ішке жасырмай біздің айым, сырғаға жетпей жатып көндемес пе. Сүйгенім Сақинамен сөз салды деп, сүйінші хабар елге белді берді емес пе. Сүйріктей саусағыңның суретін жұрт әлеуметтік желіңнен көрді емес пе. Сырға мен Сақинаның айырмасын түсіндіріп түспеші енді кеске. Қыз деген қызыл балық секілді ғой, солай айтсам көңілің тол демес пе. Ауғырды не қармақпен ұстады не, балықшыңа жолықсаң бол демес пе. Ай 5 айлық бала құсап жөргектегі, аңызбен кетпекпісің тербеп мені. Ақаң жазған ақ қызға теңеп өзін, өлеңіңнің өрілді өрнектері. Келтірмейтін мысалды келтірдің ау, ешкімге айта көрме енді өкпені. Аламандай батырға ақ қызару алдын ала уәдесін бермеп беді.
Ал Наймантай ақ қызға ғашық болып айланың түрін жасап көрмеп еді. Аламандай батырды іздеп барып, осы деп белбеу түгіл бел кеткені. Сауыты мен тұлпарын сұрап алып, ақ қыздың ауылына келмеп еді. Серттескен батырының кейпіненіп, ел жатқанда ақ үйге ембеп еді. Алданғанын артынан біліп ақ қыз, кеткен ғой бойын намыс кернеп тегі. Соңында Наймантайдың жары болып, тағдырдың дегеніне көнбеп еді. Сен бүгін сол тарихты есіңе алдың, білмедім бұл аңыздан не шығардың. Алқаңды алдырмасаң болды әйтеуір, білезікті білектен шешіп алдың. Алысқа ауылыңнан ұзап шықтың, аралап жүрген жоқсың, есік алдың. Бұл елдің жігіттері түгел батыр, жорығын жаттап өскен жошылардың. Сәт байыпқа жыл сайын айтысқа кеп, қаншама бойдақтардың есіне алдың. Жарығым ау әйтеуір абайлашы, жарыңа жақын қалды қосылар күн. Наймандардың еліне оу келген кезде, Наймантайды есіңе несіне алдың. Ай айтыста жарқыраған оу жаңа жұлдыз, кекетіп тұрған жоқпыз қарағымбыз. Ол рас, әкеміз бен екеуміз де осы елдің қыздарына қарауылмыз. Көңілді болмашыға суытпайық, болсыншы көңілдегі күдік ғайып. Қазағымның қара көз бар қызына қарауыл боп қадірлеп ұлықтайық. Шаранасын қоқысқа тастамасын, уәдесінен кетті деп жігіт тайып. Аналарға алақан жайдырмайық, арудың арына шаң жуытпайық. Көп балалы анаға жағдай жасап, баспананың кезегін шұбыртпайық. Күміс пен алтын алқа алғандарды гүлмен ғана жүрегін жылытпайық. 5 балаға берсегер 5 миллионнан үкіметке артар ек үміт лайық. Қаныш тапқан алтынды қанап тонап, құлқынның құлы болып құнықпайық. Қазыда алмасағам айтқан сөздің, қазақ боп санамызда сұрыптайық. Ұлтымның ең бағалы оу алтын қоры, ана мен бал екенін ұмытпайық. Ай бос белбеу жігіт емес оу болбыраған, жасаған сүйемін деп соңғы қадам. Есімі Мұқағали деп естідім, жаулаған жүрегіңді сол бір адам. Аттасындай ақын ба деп ойлап ем, махаббаттың жырынан том құраған. Ал сіздің Мұқағали күйшекен ғой, домбыраның құлағын оң бұраған. Құдайдың құдіретін қарасаңшы, тастан алтын тамшыдан көл құраған. Әйел ақын күйеуі күйші болып жан өмірге жасап тұр оңды қадам. Семиялық өмірдің сынағы көп, снарядтай соғыста бомбылаған. Сол сынақтан сүрінбей үй болыңдар, үлгі алған ата дәстүр мол бұнадан. Арттарыңнан тілекші боп қалайын, алдыңнан шықпасын деп жол бұралаң. Бір-біріңді қызғанып оу домбырадан, долданып отпасаңдар болды маған. Ай Ұлытау, ұлтым алтын оу, қақпам шығар, қақпаңды талай тарих қаққан шығар. Шыңғыс ханға шындықты күймен айтқан кешегі кет бұқалар мақтан шығар. Сөз жеткізбес сезімді күй жеткізген ақсақ құлан осыған ақпар шығар. Сенің де жүрегіңе біздің бала сезімнің отын солай жаққан шығар. Нұр құйса әуелеткен әлғиса мен әуелгі әңгімесін айтқан шығар. Бойдағы махаббаттың тәтті мұңын тәттімбеттің күйімен шаққан шығар. Балбырауын күйімен балқытқанда бақытқа тұла бойың батқан шығар. Көңілін еркелеген сылқым қыздың ерке сылқым күйімен тапқан шығар. Кеңесіп кеңес күйін тартқан уақыт келісімге кеп жатқан шақтары шырғар. Барар жерім қайда деп сұрағанда сарнатып сарарқаны тартқан шығар. Айымдай ару қыздың сертін алған басында ол жігіттің бақпары шығар. Кешіктірмей келіншек деген күйді тартсам деп тағаттаппай отқан шығар. Шымылдықты құрғызып оу шыдай алмай құлақ күйін келтіріп жатқан шығар.
Ақ жолы ашылғанда түзу алдан, аққуға айдынында жүзу арман. Келіншекке дайындалса дұрыс аға, балуанда белдесерде қызып алған. Әлемнің мән әйелде деп жырлаған, жүрсіннің жиеніне қызың арман. Жүрек сыры, күй сыры секілді ғой, пернесін тура басу қызық арман. Әйтпесе талай жігіт күйдің сырын ұға алмай әсем сазын бұзып алған. Ерке сылқым орнына жұмыр қылыш күйін тартып, қыз солыңқы жүзі қалған. Гүл түрлері балбол жайнар, гүл қыздардың бетінде көгергеннің ізі қалған. Салтанатты шертем деп кей дарынсыз ішегін домбыраның үзіп алған. Түлкіні шала білген тазы болып, бағасы ақселеудің қазір анық. Сіз айтқандай күйлерді тартып жатсақ, ақаңның тапқаны ғой қазық алып. Ауыл аймақ аралап жиыпты ғой, қазақтың барлық күйін жазып алып. Мен күйші болар ем деп армандапты, сарыарқаның бір әуенді сазын алып. Сондықтан да қазақтың күй сандығын түгендеген, атамызға мәңгілікке разы қалық. 3000 күйді тарихтан қазып алып, 300-не қалдырған қазынағы бай. Жалғасы болғаннан соң саралардың, әр сөзді 1000 рет саралармын. Сәтбаевқа келгенде қаламын деп, жүрегін ауырттың дейді көп адамның. Негізі мен сертіне берік қызбын, ендеше өткен күнді аралармын. Былтыр мен Кәкімбекке көше берсе, келін боп қалу жайын жоба қалдым. Сол көшеден тіксін деп отауымды, жақсы жар табылуын қалағанмын. Алайда көшеде жоқ, отауда жоқ, мен қалай қамсыз аға қалалармын. Сондықтан да бір өзім әрекет қып, аулына жақындадым орамалдың. Ақ қыздай алданғам жоқ Наймантайды, мен өзім қатаңдап алдым, қарап алдым. Кәкімбекке бір көше бермей қойған, обалы төрелерге аламанның ай. Жетелеп салтым өрге құрып алға, дәстүрден айнымаған шыны тарма. Ауылыңнан алыста байқашы деп ағамыз көңілімді суытар ма. Бұл жақтың ару қыздың жолын бөгеп тұрар деп ойламаймын жігіт алда. Кешегі ер тәукенің ерлігі бар, теңерем ала сармас ірі тауға. Ұлы тауда түсірген 7 жарғы, ел халық ол ұлықты ұмытар ма. Сол жарғыда айттырған қыздалғандар, түйестінде асылыпты түбі дарға. Бұл жақтың ерлерінің тектілігі кішкентай жүрегімді жылытар ма. 7 жарғы заңына қарсы келер, жетесіз ұл болмайды ұлы тауда. Бұл айтыс ұзын сонар көштейсіздер, көштен қалмай
жіңішке қыздың жолы жаны нәзік, сонда да қиын түйін шеш дейсіздер. Маған сырға салынса айта беріп, жан саяның жүрегі ал бос дейсіздер. Кетем деген қызға да айып тағып, кетпей жүрген қызға отауға көш дейсіздер. Қайта айта беріп ұялпаңыз, қалжыңмен ел көңілі хош дейсіздер. Халықтан жасыратын ештеңем жоқ, ағамыз айтпаса да естейсіздер. Мен кеткенде осылай шуласаңдар, Жансая апам кетсе не істейсіздер? Ай төгілген таңдайынан татымды өлең, айымдай болу керек ақын деген. Кәкімбекке қойды деп көше бермей кездеспекпсің аламан батырменен. Бұйырса бұл шаруада шешіледі, ақындарың бір болса әкімменен. Бір көшеге есімін берік қалар, бір елге бағасы артық Кәкімбегең. Жансая ұзатылса не істейсің деп жаңағы сауалыңа жақын келем. Айымжан аузың амай астың атай, абысының боқ қалса мақұл көрем. Жансая мен өз басым көп айтыстым, күйеуіне күшті қып ақыл берем. Жақында тұрғын үйлер салынады, Сәтбаевтың құлпырған сәтін көрем. Сол кезде көшелері де көбеймей ме? Ойласып атау берер ақылменен. Жаңағы маған қойған сауалыңа жауабымды ендеше батыл берем. Жансаяны жарғылған оу жігітке де жаңадан бір көшенің атын берем. Игигигакко агигайугай, агигигакко игагагагагагай. Жырмен ел жүрегін оу емдеп келген, Кәкімбек еңбек жолын сенде өткерген. Қаламы мен қайласын қатар ұстап, жезқазғанды жер ұйық жер деп келген. Жанары жасқа толған Ақбөкеннің өміріне өлмейтін өрнек берген. Бір көшені бұйырса беру керек, өмірге ерлер көп пе, ел деп келген. Кәкімбекке ең үлкен құрмет осы, жырларын жатқа оқып тербеп келген. Жезмылтыққа жұтылып кетіп жатқан жезгиікті қорғасақ жендеттерден. Игигигакко агигайугай, агигигакко игагагагагай. Ау күйді айтсам айым іштей оу күбірлеп ед, күйшін айтсам жымиып күлімдеп ед. Толқыптыр Ұлытаудың еліне кеп аямай бір қошемет ұру керек. Бұл өлке кет бұқаның күйлерімен жол бастап жорықтады да дүбірлеп ед. Талайдың қозған дерті Қойлыбайдың қобызының алдында бүгілген ед. Ықыластың мұрасын ықыласпен Сыматайлар бойына сіңірген ед. Осындай күйшілердің отанында ұлттық өнер ұшпаққа шығу керек. Ұлытаудың төрінде ұлт аспаптар оркестрін қайтадан құру керек. Ал сол күйді зерттеген кім десеңдер, Ақселеудей кешегі ұлың бөлек. Қазағымның дәулескер күйшілерін түгел зерттеп түбіне үңілген ед. Күйші жүрек кітабын руханиятқа шөл дегендер саумалдай сімірген ед. Қайран ердің алсаң да қай еңбегін, қазақ үшін жасалған ғұмыр дерек. Енді менің екінші ұсынысым, елдегі ерлер құлақ түру керек. Әбдіғали Беріктей ағам бас боп, назарды осы жайға бұру керек. Маңғыстауда Әбіштің орталығы маңғазданып көрінет сұлу бөлек. Оралда Қадыр ақын орталығы жұртына ел жұртымның жылу берет. Ескерткішін жаңарқа ашқан ердің есімін бүкіл қазақ білу керек. Арқаға айбар беріп Ұлытауда Ақселеу орталығы тұру керек. Ей тынышын алғандай боп тұнық көлдің, бір шуға құлағымды түріп келдім.
Бишімбайып бітпейтін жырға айналып бастауы болды барлық бөліктердің. Осыдан соң елдегі ерлеріме көбейгенін байқадық күдіктердің. Қазақтың жігіттерін түгел жауыз санайтындар ішінен шығып делдің. Оу, мысқылдап жүр қазақтың қыздарынан, мысығы қадірлі деп түріктердің. Есірген бір ессіздің кесірінен ішіне түсіп жатыр іріт келдің. Қыз деген ар ұяттың ту емес пе, табанға туды қашан жығып бердім. Қай кезде де қамқор боп қарындасқа жүрегімді кеудемнен жұлып бердім. Орамалы тұратын 500 жорға қыз жібектер қыз еді ғұрып делдің. Домалақ мұрын менен жұбанана ұранына айналған ұрух дердің. Фатима қыздың дауын әділдікпен шешкен қаныш біреді біліктердің. Қарындасты қорғайым деп желтоқсанда жендеттерге қарысы тұрып бердім. Оу, бар бәлі біткен сотпен бірге кетсін. Елімнің ертеңінен үміттендім. Үкідей үлбіреген арулардың үміті болмау керек үгіткен құм. Жұдырығын сезінбей, оу, әрбір әйел жылылығын сезінсін жігіттердің. Оу, жұлдызы көкте тұрған, оу, сөнбей көктен. Қыз болса да еңбекті ерге үйреткен. Кешегі Дөненбайдың Кәмшат еді, Брежнев санасар деңгейге өткен. Ол сол Кәмшаттар айдаған техникалар біздің елге арзанға келмейді әттең. Елге кеп екеселеп құнын төлеп фермерлер алып жатыр зор бейнетпен. Осыдан қымбатшылық басталады, базардың бағасырық бермей кеткен. Кәмшаттар бақытты екен, бүгінгідей утилизбор дегенді көрмей кеткен. Мінгізіп бірін көк өсекке, ерлер көп еріп жүрген көп өсекке. Диванда жатып алып өзін өзі ұқсатат Қабанбаймен ересетке. Шетінен блогермен вайнер болып қулықтары құрылған тек есепке. Біреуді бопсалаумен ақша тауып, май құйып та кете барат келес өртке. Әйелден әрі болып дауласады, айтатыны өсекпен егес өкпе. Қыздан бетер сызылған әншілерді сахнадан ысырмаймыз неге шетке. Жынысын ауыстырған жындыларды құртайық құнын артық төлесек те. Соқа жыртып одақта озат болған Кәмшаттар батыр екен не десек те. Ерлер еңсе түзейтін уақыт келді, едігеде ел қамын жемесек те. Дәл мынау түрімізбен кете берсек, қауіптің ең үлкені деп есепте. Қыз түгіл тракторды оу тізгіндейтін, жігіт таппай жүреміз келешекте. Оу, жаныңда жарты сағат оу дос болайын, толқыған той көйлегін тосқан айым. Кездескен құралайдың салқынында еліктің лағындай қош болайым. Түсердей жан саямен әсем шоққа, екпініңді үдетші бәсең соқпа. Кәмшат бөркің жарасып айтыста жүр, Кәмшаттаймын бесең де кәсем сотқа. Айтарсың өзің ойлап жеке шатын, айтпайдай қайнаған бар бет ашатын. Жеңге бол су сұраса сүт беретін, келін бол шай қой десе ет асатын. Пысық бол өшірмейтін пештің отын, отаудан ерте шығып кешкіретін. Үйінен ыдыс аяқ сылдыр емес бұлдыр балалардың естілетін. Кездескен қиындыққа күрсінбесен, ерімнің есімін ел білсін десең. Бағынаш бақыт шамал апам құсап жүрсінді, ел алдында жүрсін десең. Қызығып қыздарыңның кесіміне, хан келсін құда түсіп есігіңе. Бес төресі секілді тәттім беттің, қошқардай бес ұл берсін бесігіңе. Шошынба енеңіздің күй шартынан, төрінде күмбірлеген күй шалқыған. Келін бол шаңыраққа шаттық болып, бөлмеден бөбектердің исаңқыған. Ұлық бол Ұлытаудың даласындай, тұнық бол Сарысудың сағасындай. Кен қазған құттай мақта қанаттарың, кең жайылсын кеңгірдің саласындай. Жұртыңның қарашаштай данасы бол, ұлтыңның қарқабаттай данасы бол.
арыстай азаматқа оу арқа сүйеп қаныштай бір перзенттің анасы бол. Ағамыз тілек қосса термесіне, кәмшаттай апам түсер ендесіме. Тракторды тізгіндеп 19-да 17-де кірген отау пердесіне. 4 баласын құндақтап жүрсе дағы, халқымның қызмет еткен теңгесіне. Атанып еңбек ері содан кейін, жетіпті апамызға зор несібе. Дәл сондай аналарым осында отыр, сәбидің нұр шашатын бөлмесіне. Астауына ас берген, үйіп төгіп қонақ кеп ат байласа кермесіне. Қызмет қып ат енеге балалары дұқ еткен, еш жамандық көрмесіне. Мен де осы аналарға ұқсасам деп тарихтың көз жүгірттім көрмесіне. Қанышты да туды тапқан осы аналар ғой, ілескен қосшы болып ер көшіне. Қазақтың әр анасы еңбек ері, медалі тағылмаған кеудесіне. Халқымның ұлы таудай алдына кеп, жыр айтып таңға дейін жаңғырар ек. Алайда уақыт болып қалды ғой деп, алайда аман жолдай ағамызда қарап тұр уақыт болып қалды ма деп. Ағамыз ұлы таудың қызын алып, ойладық басыңа ба қонды ма деп. Жарыңыз алтын перзент туып берді, ереді ізіңізден ол мұра боп. Сіз алмаған бас бәйге қалмады ғой, ойлаймын менде соны қалды ма деп. Алтындай ел батасын алып жүрсіз, ойлаймын содан жолың болды ма деп. Сіз алмаған бір ғана алтын қалды, жөніммен болғанымен барлыға деп. Қаныш тапқан алтынның бір бөлігі, бұйырсын саған алтын домбыра бобай. Ай, бәрекелді. Қошемет ардақ.